Сонда сіз кімсіз? Мен қазақпын. Жік-жікке бөлінуді қашан доғарамыз? Ешкімге ешнәрсені жүктеудің қажеті жоқ. Орысша айтсақ, моя хата с края деген ешкім болған жоқ қой. Бұл ұлт емес пе? Сонда біз қазақстандық деп аталамыз ба? Өзге ұлт деген нәрсе, өзге этнос деген нәрсені жаман қатынның өсегі сияқты бір нәрсе. Если нормальному человеку 40 раз сказать, ты дурак, он станет дураком. Жаңа Қазақстанда шешімі табылады ма проблемалардың? Мен даже проблема деген сөзге қарсымын. Шешіле ма, шешілмей ма сол мәселе. Шешіледі деген проблема. Проблема болса шешілмеу керек ол. Өзіңіз осы деңгейге қалай жеттіңіз? Бізді қоя салыңыз. От салғысы келетіндер кім? Қабатын ит тісін көрсетпейді дейді ғой. Әртүрлі жағдайға дайында болу керек. Осы уақытқа дейін бесігіміз түзелмеді ме? Бесік шайқалады. Сонда сіздің жүрегіңіз қазақ ел деп соғады. 19 миллионның бәрі солай емес пе? Бұл сұрау бар YouTube арнасындағы Қазақ Пул бағдарламасы татулыққа ұмытылу ұлт таңдамайды. Бірақ этностарды біріктіретін сол татулық. Оған күллі халықты бауырына басқан Қазақстан кейсі куә. Осы өлкеге бізді тағдыр алып келді. Қазақ болып тумасақ та, қазақ баласы болып өстік. Құрметті достар, Қазақ Пул жобасының алаңында бүгін қонақта Ақысқа түрік этномәдени орталығының төрағасы, түрі басқа тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір бауырымыз Аскер Пириев. Аскер мырза, былай қарағанда түріңіз кәдімгідей қазақтардан аумай қалыпты ғой. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Қазақ үшін Түркияның орны бөлек. Себебі 1991 жылы 16 желтоқсанда дербестігімізді жариялаған бойда 3-4 сағаттың ішінде осы тәуелсіздігімізді алғашқылардың бірі болып мойындаған түрік бауырларымыз. Сондықтан түбі бір түркі жұртын ешкімнен кем көрмейміз. Аскер мырза, сіздің ата-бабаңыз Қазақстанда пана тапты. Сіз өзіңіз осы киелі өлкеде туып өстіңіз. Алдымен айтыңызшы, сонда сіз кімсіз? Түрік, қазақ, әлде қазақстандықсыз ба? Рахмет, бүгін мынандай осындай керемет жоба екен. Аты өзін айтып отырғандай, расында заманымызға өте қажет. Сондай үлкен бір шараның бастамасы осы бағдарламаның атымен жалғасын және нәтижесін табады деген сенімдемін. Жаңа айтып өттіңіз ғой, 91 жылы тәуелсіздікті бірінші болып таныған, қабылдаған Түркия елі болды. Бұл заңдылық деп ойлаймын, басқаша болу мүмкін емес еді. Әйтпесе, сондай түбі бір дегеннің ешқандай бір мағынасы қалмас еді. Енді сұрағыңыздың соңғы бөлігіне келетін болсаңыз, бұл мәселе әркез, әртүрлі сондай алаңдарда, әртүрлі жерлерде көтерілетін мәселе. Бірақ бізге сіздің өзіңіздің жеке ойыңыз қажет. Енді қараңыз, менің ойым Қазақстанда туып өскен, мен түрік этносының өкілімін. Бірақ қанша түрік этносының өкілі болғанмен жұтқан ауамыз, ішкен суымыз, жеген нанымыз қазақтық болған үшін қазақша мектепте де оқыдық. Және де шетелге шыққан кезде, немесе шетелден біреу келген кезде соларға ешқандай да түсіндіре алмайсыз. Яғни сондай әлемнің стандарттарына сәйкес айтатын болсақ, мен қазақпын. Қазақсыз, е? Бәрекелді. Енді қараңызшы, мысалы, Қазақстанды қандай да бір азамат шетелге шығатын болған кезде, паспортының төлік құжатының бетіне виза деген жапсырған кезде, сол жақтан ұлты деп тұрады. Соған қарасаңыз, бәріне қазақ деп жазады. Яғни бұл әлемдік сондай бір заңдылық. Сол үшін мен енді сұраса әрине қандай этнос десе болады, бірақ жалпы осы қазір 19 миллионнан астық қой. Құдайға шүкір 20-ға жақындап қалдық. Соның бәрі бір ұлт деп қабылдайды бүкіл әлем. Бір ұлт, яғни қазақ ұлты. Әрине. Бәрекелді. Аға, қараңызшы, соңғы кездері ме, әлде бұрыннан бері ме, енді нақты айта алмаймын да. Мынандай бір пікірлер айтылып жатады да, пікір дейік пе, әлде бұны құбылысқа теңеуге болады ма? Жік-жікке бөліну деген бар. Жасырын емес. Мәселен, жаңа қазақ дейміз, біреулер шала қазақ дейді, кейбіреулері орыс тілді қазақ дейді.
соңғы кездері асфальт қазақ деген терминдер шығып жатыр. Енді асфальт қазақ дегеніміз бәлкім сол қалада туып өскен гламурный қазақ па, әлде бір қазақстандықтығын деп ойлаймын. Мәселен, сіз өзіңіз айтып өттіңіз, шетелге шыққанда, жыраққа шыққанда аяғымыз кәдімгідей шекарадан, осы Қазақстанның шекарасынан өзге шекараға атталып болғаннан кейін болды, бітті. Бұл жерде ешқандай ұлт айырмашылығы болмайды. Яғни барлығымыз бір қазақстандықтар болып шығамыз, солай емес пе? Яғни жырақта жүргенде қазақстандық ретінде құқығымыз қорғалатын болады. Қалай ойлайсыз, сонда осы жік-жікке бөлінуді қашан доғарамыз? Жалпы осындай жік-жікке бөліну деген қажет пе? Енді қараңыз, не істеуіміз керек осыдан арылу үшін? Тоқтайтын мәселе емес, қоя салатын мәселе де емес. Соның атын бар ғой, жік-жікке бөліну емес, жік-жіктен құраламыз деп айтсақ, мүмкін дұрыс болатын шығар. Енді ол жасырын жоқ, жалпы түркі жұртына таныс сондай бір құбылыс. Ол тек қана қазақтарды емес, бүкіл түркі жұртында бар нәрсе. Бір нәрсе болса бөлінеміз, бірақ соны сөздің өзін жік-жікке бөлінеміз, жік-жіктен құраламыз, немесе жүзден құраламыз, немесе рудан құраламыз, немесе қоғамның ішіндегі осындайдан құраламыз деп айту керек. Яғни онда тұрған еш нәрсе жоқ. Мысалы, қандай да бір қоғамды қажет болса техниканы да ала салыңыз. Мысалы, қандай да бір техника көп нәрседен құралады да, нәтижеде бір нәрсе шығады. Бірақ бір нәрсені ұмытпауымыз керек, біз бір атаның, бір ананың баласындай бір елдің азаматы екенімізді. Енді қаншама құралсақ та, бөлінсек те, қажет кезде мен өзім жеке куә болған бір-екі жағдайды айтатын болсақ, сонда елдің басына күн туған кезде сол бағана сіз айтқан әртүрлі сондай бөлініп жүрген азаматтарымыз бір жағадан бас, бір жеңнен қолы бола алады. Сол өте тамаша бір нәрсе. Ондай азаматтарды кездестіріп көрдіңіз бе? Әрине, мысалы, біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының бірнеше іс-шарасы болды ғой, мынау Қарағандыда су басқыны болған кезде, немесе басқа өңірлерде тура сондай жағдай болды. Арыс жағдайында, Тараздағы болған жағдайда жаңағы жай бейбіт өмірде, жай ғана жүрген кезде сол бөлініп жүрген азаматтарымыз қарасаңыз бәрі жұмылып, бағанағы жүкті көтерді ғой. Сол үшін бұл жерде басты мәселе, мен ойлаймын, сондай қиындық туған кезде, егер біз азаматтық қоғамымыз сондайға дайын болған болса, егер расында сол біздің бәріміздің ортақ мәселеміз дейтін болса, енді қазіргі демократиялық заман оған қоса сондай бір жаһандану болып жатыр ғой. Қазір басқа елдерге қарағанда тәуба бізде әрі көп нәрсе жақсы, жаман емес деп ойлаймын. Бірақ соған қараған кезде тағы да қайталап айтайын, біздің қоғам жаман емес, біздің қоғам өте жақсы әлі де. Енді бәрін бір қалыпты адам істей алмаймыз, ешкім істей алмайды оны. Бірақ басты құндылықтар бір болатын болса, бізді біріктіретін, біздің сондай көзқарасымыз, еліміздің келешегін уайымдайтын болатын болса, әрине бұл тамаша. Бірақ адамдардың бәрі бірдей болсын десек, ол бірдей болу мүмкін емес. Қызықсыз болады ғой өмірде. Адамның ерекшелігі сол. Қызық болмайды ғой. Қызық болмайды. Сол үшін енді кезінде, мысалы, 90-шы жылдарда, қажет десеңіз айтайын, мысалы, 90-шы жылдарда батыстың, Европаның сондай саясатшылары, саясаттанушылары Қазақстан Республикасын сондай бір республика ретінде, егемен ел ретінде болуына көп кісілер сенбеді. Ол мүмкін емес деп ойлады, қажет десеңіз де. Мысалы, әлемдегі көптеген елдер бар ғой, көп этноста. Соның ішінде біреуі Қазақстан, жалғыз емес әрине, бірақ сонда да осындай көп етнос қалай болады, бұл ел бола ала ма, қазақ елі бола ала ма деген көптеген күмәндар болды. Сенбедім, мысалы, қажет десеңіз де. Не істедік біз, мысалы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының бастамасымен біздің айырмашылығымызды күшке және бірлікке аудара білдік. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Мысалы, осы қажет десеңіз 30 жылдың ішіндегі егемен Қазақстанның қол жеткізген басты байлық, басты құндылықтары, басты жетістік деп айтсақ та болады қажет десеңіз. Неге десеңіз, ол болмағанда еш нәрсе болмас еді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бастысы сенім болу керек қой. Сонда сол уақытта қазақ халқының сенімі мықты болғаны ғой. Қазақ халқының сенімі мықты болды. Осындай жоғары деңгейге жетіп отырғанымыз, тәуелсіздігімізді сақтап отырғанымыз. Елдің бірлігі өте маңызды. Елдің бірлігі болса, оның ішінде біреудің шашы мынандай екен, біреудің көзі мынандай екен, мынаның
түсі мынандай екен деген ол. Енді сізбен бізге қарап отырғанда сіздің де көзіңіз сұр түсті, менікі кішкене көгілдір түсті секілді. Сондықтан бұл жерде біз адамбыз, пендеміз. Сізбен мінекей жақсы керемет сұхбат жүргізіп жатырмыз. Қалайым солай болғай. Сондағы айтыңызшы, толыққанды түрде қашан бір тұтас ұлт боламыз? Біз толыққанды бір тұтас ұлт болдық. Қашан болғалы? Болдық деп ойлайсыз? Әрине болдық. Сонда біз қазақстандық деп аталамыз ба? Бір тұтас ұлт? Енді бағана әңгіменің басында бастадым, біраз ашайын ол. Енді қараңыз. Мысалы, Алмания елі, Германия дейміз ғой. Германияда егер сол мемлекеттің төлқұжатын алып азаматы болсаңыз, сіз неміссіз. Болды. Кім болсаңыз да. Мысалы, Германияның бір азаматы келсінші, сіз айтыңызшы, біздің осы менің бір досым, танысым, көршім, немесе әріптесім, неміс десеңіз, ол қай жердің азаматы деп сұрайды сізге. Қазақстанның азаматы деп айтсаңыз, онда ол қазақ деп айтады. Көрдіңіз ба? Мысалы, Ұлыбританияда ол кішкене басқаша, Америка Құрама Штаттарында кішкене басқаша болуы мүмкін. Яғни бұл сұрақты қойған кезде қай жақтың көзқарасымен десек, бірақ Қазақстан ретінде, Қазақстан елі деп қарайтын болсақ, біз бір тұтас ұлт ретінде қалыптасқалы баяғы заман ол деп ойлаймын мен. Неге? Дәлелдеп берейін мен сізге. Қараңыз, біздің елдің қандай да бір азаматы, көп айтатын нәрсе, мүмкін көп айтылған да шығар. Біздің еліміздің азаматы әлемдік додада спорттық бір жетістікке жеткен кезде бүкіл әлем оған кім деп қарайды? Бүкіл әлем оған кім деп қарайды? Кімнің туы көтеріледі? Қай елдің әнұраны ойналады сол жерде? Қазақстанның. Сосын 19 миллион соған бірде қуана ма, қуанбай ма? Қуануға тырысады. Қуанады. Тырысады емес, қуанады. Бәрі бір тұтас болып қуанады. Енді бірең сараң мүмкін әр қоғамда болатын адамдар бар. Енді ол адамға байланысты. Иә, бірақ 19 миллион, әрине, 19 миллион оған қуанатын болсақ, бұл соның бір жауабы. Немесе кеше ғана айттым ғой, жаңа ғана біздің ассамблеяның іс-шаралары болды, сол арыстағы жағдайға байланысты. Сол кезде ешкім бөлінген жоқ қой. Орысша айтсақ, моя хата с края деген ешкім болған жоқ қой. Бұл ұлт емес пе? Әрине. Жауабы анық деп ойлаймын, оны күтудің қажеті жоқ, ол бар. Енді бұл бағытта әрине ары қарай да жұмыс жасау керек. Жұмыс жасалып та жатыр. Яғни ол менің ойымша баяғыда болып кеткен нәрсе. Бар да нәрсе. Ойыңызды түйіндей келе, қазақ халқы мен өзге ұлттарды біріктіретін идеология қандай болуы дейсіз? Ол енді ұлттық идеология, енді кезінде тағы да 95 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылған кезде, енді сол кезде бір миграция бастады ғой, әртүрлі шетке шығатын азаматтар. Сол кезде Қазақстан елі не істеді? Барудың қажеті жоқ, қаласаң өз тіліңді, тарихи тіліңді Қазақстанның ішінде қалаған жеріңде үйрене аласың, дәстүріңді жалғастыра білесің деген нәрсе. Енді қалаған нәрсенің бәрін жасады ғой, бүкіл шарттар орнына келді. Яғни бұл жерде қандай да бір әңгіме болмау керек деп ойлаймын мен. Бәрі шешілген сияқты. Енді ұлттық идеология ол мемлекеттің беретін бағыт бағдарына байланысты нәрсе. Жалпы ол жоқ емес, бар. Бірақ заман өте көп нәрсе өзгеріп жатыр ғой. Қазірде мысалы жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Енді қазақта 50 жылда ел жаңа дейді, бірақ қазіргі жаһандану заманында уақыт өте тез өте ме, 30 жылда жаңа Қазақстан құрылып жатыр. Оның талаптары басқа. Оның талаптары дегенде қазір әлемде көп нәрсе өзгеріп жатыр. Көрдіңіз ба? Мысалы Илон Маск космосты бағындырып жатқан кезде біз осындай мәселелерден біз әлі де сол ұлттың төңірегінде. Осындай мәселеден гөрі біздің расында егер мен қандай этностың өкілі болсам да, кім болсам да менің еліме деген сондай бір жақсылығым тиісін, сондай бір жетістігім болсын осы елге деген болса, кішкене үлкен мәселелерді қарастыру керек деп ойлаймын мен. Сонда сіздің жүрегіңіз қазақ ел деп соғады ғой? 19 миллионның бәрі солай емес пе? Болмаса тұрмас еді, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Сонда қараңызшы, өзге ұлттардың татулығына, елдегі тыныштыққа қазақ халқы жауапты деп жатады. Келісесіз бе? Осы оймен? Жоқ, енді біз қазір қараңызшы, 2022 жыл тәуелсіздіктің 30 жылы өтіп кетті. Ешкімге ешнәрсені жүктеудің қажеті жоқ. Бұл жерде біз азаматтық қоғамбыз. Соны түсіну керек біріншіден. Біз азаматтық қоғамбыз.
заңның алдында бүкіл азаматтар бірдей жауапкершілігі бар. Бірақ енді бағанаға біз бірегей ұлтпыз ба деген сұрағыңыздың жауабын айтқан кезде әртүрлі географиялық аймақтың адамның бойындағы қасиетіне, адамның бойындағы сондай психологиялық жағдайына әсер етеді әрине. Енді Қазақстанда мысалы әртүрлі этностар өмір сүріп жатыр. Бұл жерде не болды? Бір қазақстандық мәдениет қалыптасты. Оның өзегінде не тұр? Қазақ халқының мәдениеті тұр. Қалай оның көңілі кең болатын болса, ол бүкіл 19 миллионға, этнос болсын болмаса, бүкіл 19 миллионға бірдей ол қалыптаса бастайды. Көрдіңіз ба? Егер мысалы сіз бен біз Қазақстанда емес, басқа бір елде болатын болсақ, біз кішкене басқа болар едік. Неге? Ол оған ауаның да, судың да, географиялық аймақтың да, сол жердің халқының да әсер етеді. Көрдіңіз ба? Сол елдің конституциясына бағынуымыз керекпіз. Енді конституция әлемде көбінесе бірдей ғой, ол өзгеріс өте қатты емес. Енді қалай да болмаса. Қалай да болмаса, яғни сіздің айтқаныңыз, заң бәрімізге ортақ десеңіз, бәріне ортақ. Қазақстандықтар үшін кім жауапты? Қазақ емес дейсіз. Әлде әрбір азамат өзі үшін жауапты ма? Әрине. Өзге ұлттардың жауапкершілігі қандай болуы? Меніңше мына өзге ұлт деген нәрсе, өзге этнос деген нәрсені қажет емес деп ойлаймын. Яғни отандастар қазақстандықтар. Біріншіден, әрбір адамға әрбір рет өзге дейтін болсаңыз бар ғой, сол адамның көкірегіне итерген боласыз. Оның біріншіден бұл. Екіншіден, біз расында да азаматтық қоғам сондай бір тұтас ұлт құрағымыз келсе, онда өзгеге деп бөлінбеуіміз керек деп ойлаймын. Қандай да бір мәселені талқылаған кезде қазақ немесе өзге ұлт деп екіге бөлмеу керек деп ойлаймын да. Ол неге десеңіз, қандай да бір мәселе ол адамның жеке басына байланысты болатын болса, ол жеке басына байланысты. Ал заңмен болатын болса, ол заңға байланысты. Ол сізге де маған да бәріне бірдей болса, біз неге онда қазақ халқы және өзге этнос деп қажет емес деп ойлаймын, мүлдем де қажет емес. Ол тек қана қоғамның ішінде алыстауға алып келуі мүмкін. Енді бір адамға, сондай бір тәуір адамға, сіз 40 рет, как по-русски, если нормальному человеку 40 раз сказать, ты дурак, он станет дураком. Если мы 40 раз повторим, сен өзгесің деп айтсақ, ол өзге болып кетеді да, өзін, у него не будет чувства принадлежности, көрдіңіз ба? Мен басқа екенмін ғой, мен өзге екенмін ғой деп жүреді ол. Аскар мырза, осы елімізде тұратын 19 миллион халқымыз шынымен де сіз секілді ойласа, ертең-ақ барлығымыз сол қазақ болып шығатынымыз бірден анық. Сондықтан осы сіздің мықты ұстанымыңызға мен де қосыламын. Көп рахмет сізге. Сіз ұлттық құрылтайдың мүшесі болып табыласыз. Жақында жаңа статусқа ие болған Ұлытау жерінде алғашқы отырысы өтті. Жалпы осы ұлттық құрылтай қоғамның үнін естіп, мұң-мұқтажын түсініп, халықтың көкейінде жиналып қалған сан алуан проблемаларды шешуші алаңға айнала ала ма? Енді ұлтаралық қарым-қатынас деп айтпайық. Қоғамның ішіндегі қарым-қатынас деп айтайық. Сол үшін қоғамның ішіндегі қарым-қатынас немесе мәселе деп айтайық. Мен даже проблема деген сөзге қарсымын. Проблема деген нәрсе ол шешілмейтін мәселе. Қалай енді проблема деп айтпасақ проблема шешілмей қалады ғой. Оның орнына мәселе деп айту керек. Ал сіз ойламайсыз ба, 30 жыл бойы мәселе деп айтып болдық. Бізге проблема деген сөз сол соңғы 90 жылдардың басында кіре бастады. Одан бұрын болған жоқ. Мәселе деген сондай жұп-жұмсақ болып естіледі ғой. Жоқ. Бәлкім шынымен проблема деп айтуымыз керек. Шешіле ме, шешілмей ме сол шешімін табу мәселе. үшін шешіледі егер проблема. Проблема болса шешілмеу керек ол. Енді ұлттық құрылтай мәселесіне келетін болсақ, құрылтай деген нәрсе қазақта сондай бір киелі бір мағынаға ғой, ол жай ғана сөз емес. Және оның бірінші бас қосу Ұлытауда болғаны, ол да оған сондай бір ерекшелік қосып отыр. Енді бүгінгі осы біздің бағдарламамызды қолданып, сізге бір ешерде айтпаған нәрсемді айтайын. Жақында эксклюзив. Ұлттық құрылтайдың мүшелері 117 кісі ғой. Бұл бір сондай бір кездесулеріміз болды. Біз де пікірімізді айттық. Бұл 117 кісінің мәселесі емес. Бұл халықтың мәселесі, бұл елдің мәселесі деп, соны не істейміз, қалай істейміз деп, ең нәтижесінде жақында құрылтай дейтін платформа шығады. Онлайн платформа. Онлайн платформа.
қазақ елінің қалаған бір өңірінен қалаған азаматы сол жаққа өзінің ұсынысын, өзінің мәселесін, көкейінде жатқан еліне, өңіріне, аймағына байланысты мәселе болатын болса, сол жаққа жазып жеткізе алады. Неге десеңіз, 117 кісі бұл енді адами фактор ғой, бәрін жеткізе алмау мүмкін. Көрдіңіз ба? Сол үшін ертеңгі күні бұл құрылтайдың жұмысына сондай көкірегі ояу, белсенді азаматтарымыз, немесе қалаған азамат жаңа мәселесін де айта алады, шешімін де мүмкін бар шығаруда, оны да айта алады, қаласа. Сол айтатын бірінші мәселе бұл. Ал екінші мәселе, ана ұлттық құрылтайдың 117 кісі мүшесі қарайтын болсаңыздар, бұл жерде әрбір өңірден, әрбір саланың өкілдері, әрбір жаңағы жас категориясы, кісі санына қараған кезде жастар, жас үлкендер, орта жастағылар, әйелдер, еркектер деп бүкіл стандарттар орнына келген. Енді басты мәселе тағы да айтайын, бұл біздің ұлттық бірлігіміз, ұлттың ынтымағы, елдің ішіндегі бірлік, және соның жалғасында жаңағы жиналып қалған мәселе болатын болса, шешімін талай уақыттан бері күтіп келе жатқан немесе іздеп жатқан мәселелер болатын болса, ұлттық құрылтай арқылы, ұлттық құрылтайдың платформасы арқылы көп нәрсе сол нәтижеге жетеді деген сенімдеміз. Әумин. Қазір қараңыз, осындай онлайн платформалар көбейіп бара жатыр ғой. Сіз айтасыз, әрбір азамат, әрбір қазақстандық сол платформаға өзінің, былайша айтқанда, назын, проблемасын, мәселесін жазып жібере алады. Бұл енді қалыптасқан бір үрдіс секілді. Сонда шынымен де осы онлайн платформа арқылы, жалпы осы құрылтай арқылы халқымыз өздерінің проблемаларын шеше алады ма? Енді біраз көп нәрсе халықтың өзіне байланысты ғой. Жазыла береді, платформалар туындай береді. Жоқ, енді онсыз да болмайды ғой, енді оны да жасамаса не істесін? Ертең жұрт айтпай ма біздің? Бізден сол жаза беріңіздер, жібере беріңіздер, қараймыз, зерттейміз, анықтаймыз, содан кейін ол тағысын шығады, не болды деп сол аяғы болады ма? Жалпы жаңа Қазақстанда шешімі табылады ма проблемалардың? Біріншіден, проблема деп айтатын болсақ, сөзді жарайды қолданайық. Маған өзіме ұнап тұр проблема деген. Өйткені шешімін табатын секілді осы сөзді айтса. Проблема бар, проблема болады. Оны бірінші қабылдау керек оны. Бәрі сондай шешілді, бәрі тамаша, гүл-гүлістан болды деген ел жоқ әлемде. Кеше ғана біздің бір таныс досымыз айтады, Лос-Анджелестің орталығында өзін сыйлайтын азамат тұрмайды екен, қаланың сыртында тұрады екен. Неге білесіз бе? Бірінші себеп ол Лос-Анджелестің ортасында 70 мың үйсіз жаңағы көшенің бойында үйдің шетінде жатады екен. 70 мың. Бұл біздің стандарт бойынша бір үлкен қала ғой, аудан орталығы ғой 70 мың деген. Америка шешті ма? Вопрос үйсіздердің мәселесін. Ол жақта қателеспесем, Америкада үй мәселесі сондай қиын. Жоқ, көшеде адам жатыр ғой, ол адам ғой. Әрбір елдің басты құндылығы Конституцияның бірінші пунктіне қараңызшы. Мемлекет үшін басты құндылық деп табылатын оның азаматы, оның денсаулық қауіпсіздігі емес пе? Қараңызшы, бұл жерде мен Қазақстанды айтып отырмын. Жоқ. Сіз басқа елдермен салыстырмаңызшы. Салыстыру керек, қажет десеңіз. Америка ол бір бөлек. Салыстыру керек. Қазақстан бір бөлек. Бізде онлайн платформа құрылды. Иә. Ұлттық құрылтай құрылды. Мен сізге тағы да айтайын да, егер сіз бағана сұрадыңыз ғой, бүкіл мәселе шешіле ма деп. Мен сізге айтып отырмын. Проблема болды, проблема бар. 75% болса да. Проблема болады, онсыз болмайды ешқашан. Азайту керек қой проблема. Оны минимумға жеткізу, әрине, ол басқа мәселе. Әрине, ол басқа мәселе. Енді платформа бар еді, бәрі ашып жатыр, бәрі құрылды. Ол қажет, онсыз да болмайды. Онсыз болса басқа вариант бар ма? Бар болса айтыңыз, көрейік. Сонда жаңағы онлайн платформаны қарап, зерттеп, енді қараңыз, жауап беріп отыратын адамдар бар. Хатшылық бар ғой, бірақ дегенмен бұған 100% біздің халқымыз қолжетімді ме, қолжетімді емес пе, ол басқа мәселе. Мысалы, кейбір жас категориялар бар, олар оны қолдану да білмейді қажет десеңіз. Сол үшін ұлттық құрылтайдың мүшелері өңірлерді кәдімгі барып, офлайн кездесулер жасап, айтайтын мұңдары барса, көкейде жатқан мәселелер болса, тыңдайды әрине. Сосын жиналған бүкіл ақпарат сегмент, сектор бөлініп,
сосын қалыптастырылады. Сонда қараңыз, онлайн платформа деп жатырмыз. Ал ауылды елді мекендер, әжелеріміз, аталарымыз не істейді олар? Жаңа ғана айттым ғой. Қай жерге барып өздерінің проблемаларын жазып сызып жеткізу? Тағы да бір ұсынысымды айтайын, мен ұсынысымды жасадым да біздің құрылтайға. Жаңағы өңірлерде сол азаматтық қоғамның өкілдерін, белсенді азаматтарымызды ұлттық құрылтайдың жұмысына араластыру керек деп. Неге десең, 117 адам ол бәріне үлгере алмайды, қалай қаласа да. Енді өңірлерге іс-сапарлармен барулар болады, өңірлерде кездесулер болады. Оған қоса менің ұсынысым өңірлерде азаматтық қоғамның өкілдерін, сондай белсенді азаматтарды қажет болса, мысалы бұл жұмысқа кәдімгі партияның өкілдерін, әкімдіктерді, азаматтық қоғамды қажет болса Қазақстан Халқы Ассамблеясында жаңағы араластыру керек деп ойлаймын. Істесін, неге істемесін? Ол тек қана біреудің мәселе емес қой. Дұрыс айтасыз. Аға, жақсы, ұлттық құрылтай алаңынан тек қана жағымды жаңалықтарды күтеміз. Іске сәт. Бізде. Рахмет. Кәдімгідей қазақтың жан тәнін бойыңызға әбден сіңіріп алыпсыз да. Қазақтың жанын қалай түсінуге болады? Өзіңіз осы деңгейге қалай жеттіңіз? Енді оның қандай да бір формуласы жоқ. Мен осылай болайын деп тырысқан да жоқпын. Ол жаңағы кәдімгі табиғи эволюция ғой ол. Табиғи эволюция деген нәрсе заманмен, уақытпен өз-өзіне қалыптасатын бір құбылыс. Орта дейсіз ғой, әсер ететін. Сіз осы ортада жүрсіз. Ешкімде мен бұлай болайыншы деп болмайды ғой. Бұл спорт емес, немесе бір ғылым емес. Адамның қалыптасуына көптеген нәрсе әсер етеді. Мысалы, сондай бір қалжың бар. Сен неге бұлайсың деген кезде ауасы мен суынан деп айтады. Сол үшін жаңағыда мен туралы айттыңыз, бірақ мен осылай болайыншы деп қандай да бір атсалысқан жоқпын. Өз-өзімен табиғи эволюция, табиғи құбылыс. Енді мынау бізді қоя салыңызшы, біз енді кеңес уақытының тумасымыз ғой. Мысалы 91-ден кейін туған балдар, олар мүлдем басқа. Олар туғаннан бастап тәуелсіздік елде туып өсті. Қолдарындағы, қалталарындағы ақшалар теңге болды. Енді қараңыз, біз кезінде қанша да болмаса, олардың мүмкіндіктері көп болды дейсіз. Осыдан бірнеше күн бұрын біз бір таныс достарымызбен сөйлесіп отырғанбыз. Қазір түлектер мектепті бітіріп жатыр, олардың көзқарасы деген басқа, бізде мүлдем басқа болды. Бізде максимум арманымыз Казгу еді ғой сол кезде. Ол предел, одан басқа бізде не жоқ. МГУ-ны даже армандамайтын да едік. Сол уақытта. Қазіргі жастарға қараңызшы, олар бүкіл әлемді бірдей көріп отыр осылай. Олар Казгу-ны да, Аграрканы да, ЮНУ-ны да, Гарвардты да, қажет етсеңіз MIT-ді де, басқаларын да бірдей қарайды олар мысалы. Оларда шектеу жоқ. Бізде шектеу болды, не болды? Қазақстанның іші қатты бір сондай не болатын болса, енді көршілес елдер, мысалы Тарго Ташкенттегі мықты болды. Енді сондай бір амбициясы өте мықты болатын болса, алдын ала дайындалып, сондай бір ерекше отбасының баласы болатын болса, олар Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қой, немесе Мәскеуді кем дегенде ойлай алатын. Біздің ойымыз ол мүлдем кірмейтін де. Неге? Бізде кәдімгі шектеу қойып тастаған болды. Бізде сондай бір шектеу болды. Қазіргі жастарға қараңыздаршы. Бірақ дегенмен сіз осы деңгейге жеттіңіз. Енді қараңыз, олар айтады да, мысалы, мен пәленбай жерде оқимын деп жоспарлап жатырмын. Ары қарай арман да емес, жоспарын айтып отыр. Жоспарымда кәдімгі немді Google-да бастаймын, немесе пәленбай жерде Microsoft-та жұмыс істеуді ойлап отырмын, қарайым көреміз деп соған атсалысып отыр да. Ал бізде енді білмеймін, шектеулер көп болды ма, әлде сол кездегі шарттар басқаша болды ма, бізде сондай болды. Ал енді қараңыздаршы, қазір біз әлемде салыстыратын болсақ, өте жас, не дейді, өте жас қоғамбыз, қоғам ретінде. Қаланың бір паркіне барсаңыз, немесе ойын сауық орталығына барсаңыз, топырлап жүрген балдар. Европа барыңызшы, бар ма бала деген? Жоқ. Бұл үлкен бір потенциал, үлкен бір күш қуат. Бұл даже қажет десеңіз, мұнайдан да, фармацевтикалық бизнестан да мықты нәрсе. Қоғамда баланың көп болуы, жас қоғамның болуы өте күшті мықты нәрсе. Бұл кәдімгі өте мықты синергия да. Бірақ мемлекеттің жасау қажет нәрсесіне
осы күшті потенциалды қолдана білу. Әйтпесе біз жастарымыздан айырылып қаламыз. Яғни бізде бұрын не үшін деген сұрақ мүлдем атрофирован болған, миымызда болмаған. Бізге бір нәрсе айтылса, оны орындайтынбыз. А қазір жастар ондай емес. Жастардың сұрағына жауап беру керек. Жастардың талаптарын орындау керек. Сол кезде ғана осы күшті потенциалды, осы энергияны ел қолдана алады. Көрдіңіз бе? Аскер мырза, осы тұста мынандай сұрақ, сіз жаңа айтып отырсыз да, әлемдік алпауыт елдердің ірі компанияларын, қазір жаңағы енді көш бастап келе жатқан Microsoft бар, Google бір бөлек, Apple бар дегендей, мәселен. Әлемдік брендтер. Қалай ойлайсыз? Біз мынандай дүнияларды, сол компаниялардан шыққан гаджет болсын, телефон болсын, смартфон дейміз, онсыз өмір сүре алмаймыз. Кәдімгідей, сол телефонды алатын болсақ, сол телефонды құшақтап, былайынша айтқанда, ұйқы әлеміне үңілеміз, тұра салысымен бірден біз не іздейміз? Телефон, смартфон іздейміз. Сонда қалай ойлайсыз, осындай алпауыт елдердің керемет туындылары арқылы, керемет деп айтайын, шынымен де мықты туындылары ғой, қажет өнім. Біз өзіміздің болмысымызды, құндылығымызды жоғалтып алмаймыз ба? Қолдана келе, өйткені бұл жерде айтайын дегенім, Microsoft пен Google компаниясына, Apple компаниясына қазақ тілінің қажеті шамалы. Яғни қазақ тілі ешқандай рөл ойнамайды. Ешқандай бір мекеме, ол Apple-дің өзі, ол қайырымдылық мекемесі емес, бірақ 16-шы версияда қазақ тілін толық енгізейін деп отыр. 16-шы версиясында сіз нені жазған кезде, даже SMS жазған кезде, ол түзету қабілеті болады. Грамматикалық түзету қабілеті болады. Бұны Apple жасап отыр. Қазақ қарпін мен кәдімгідей бір арнайы қосымша жүктеме арқылы енгізіп алдым. Ал сонда келешекте сіздің айтуыңызша, ол түзетпейді, дұрыс па? Қате болса қате кетеді. Қате кетеді, Т9 деген түзету функциясы жоқ. Жоқ, ол жерде жоқ. 16-шы версияда сол болады. Солай болып тұр ма? Бұны қараңыз, бұны Apple жасап отыр. Apple бұны жасағанда, ол бір қайырымдылық мекемесі емес, бұған шығын жасап отыр. Бірақ ол бізге тегін қолжетімді болайын деп отыр. Яғни 16-шы версиясында. Құрметті достар, 16-шы версиясында Apple компаниясы. Сонда бұл жерде тек қана қазақ тілі емес қой, барлық әлемдердің тілдері ме? Барлығы емес. Барлығы емес, өте шектеулі. Бірақ қазақ тілі соған енетін болады. Осы тізімге еніп отыр, бәрекелді. Қандай қуанышты хабар, өзім бірінші рет естіп отырмын. Бүгін енді соңғы 250 жылда біз әлемге не бердік? Түркі кеңістігі деп ойлайық, тек қана Қазақстан емес. Соңғы 250 жылда біз әлемдік адамзатқа бір жаңалық алып келген жоқпыз. Біз қалып қойдық. Сол үшін біз не болдық? Тұтынушы болып қалдық. Біз тұтынушымыз қазір. Біздің мына жақта осы бірнеше азаматпыз, осы бөлмедегі нәрселерді қарайтын болсақ, бұл жерде мына судан басқа бәрі шетелдік. Мен бір 5 деп айтайын, сіз 10 деп айтыңыз, бір 5-10 жылдың ішінде, осы сөзімізді есте сақтайық. Сондай әлемде дауыс шығаратын, әлемдік жаңалықтарға шығатын хабарлардың авторы біздің азаматтарымыз болатынын көреміз, бәріміз көреміз. Бірақ қалай да болмасын, қандай да бір жаһандану құбылыстары болмасын, ең бастысы қазақилығымызды, қазақ тілімізді енді қараңыз. Мен сақтай білейік. Сақтау үшін қараңыз, сақтау үшін бірнеше сондай оңай лайфхактар бар. Жастармен кездескен кезде мен айтам, адам ол кәдімгі бір ағаш сияқты бір нәрсе. Енді адамның өзіне байланысты. Сен жеміс беретін ағаш боласың ба, әлде жай ғана ағаш боласың ба? Таңда. Адам таңдау керек. Бір, екіншіден, әрбір адам баласы өзінің тарихын, өзінің болмысын, өзінің мәдениетін білетін болса, тамыры сонша тереңге барады. Қанша жылдық тарихыңды білсең, тамырың сонша тереңге барады да, 500 жылдық па, 600 жылдық па, 1000 жылдық па, қаншама тамыры тереңге баратын болса, сол ағаштың болып жатқан жаһандану сынды әртүрлі тырнақшаның ішінде жел есуі мүмкін, топалаң болуы мүмкін.
егер адамның тамыры терең болмаса, бағанағы тамыры терең болмайтын ағаш сияқты ол құлайды да болды. Ал тамыры терең ағаш құламайды ол. Ол жапырақ ұшуы мүмкін, бірақ ағаш тіп-тік осылай тұрады. Тамыры тереңде болу. Тамыр терең деген нәрсе ол әрбір балаға жаңағы бойына жаңағы ұлттық тәрбиені, ұлттық құндылықтарды сіңдіру керек. Енді қараңыз, кумирі басқа жерден біреу болатын болса, ол тамыр тереңге ешқашанда бармайды. И болып жатқан құбылыс оны бір ретте құлатады да болды. Аскер мырза, өзіңіз бір сұхбатыңызда қазақтың бауырсағы тәтті, табиғаты сая, ауасы шипа, тағамдары дәмді болғанда тілі неге тәтті болмайды депсіз. Тілі тәтті болғаны соншалық абайша ойланып, ақынша толғанып, кәдімгідей еркін түрде ойыңызды қазақи нақышта жеткізіп отырсыз. Сонда сіз қазақша ойлайсыз ба? Иә. Әлде түркше ме? Немесе керісінше? Бірақ сізді тыңдай келе, кәдімгідей сөзсіз қазақша секілді. Ойлау деген нәрсе мынандай нәрсе да. Егер сен ойлаған нәрсеңді тіке айта білсең, яғни келген моментте айта білетін білсең, сен сол тілде. Бірақ сен бір нәрсені ойлап, одан кейін айтар кезде аударатын болсаң, сен басқа тілде ойлайсың деген нәрсе. Енді мен үшін түркше немесе қазақша ойлау үлкен бір айырмашылығы жоқ. Жеңіл. Неге десеңіз, бір-біріне өте ұқсас, тіл де ұқсас, мәдениет те ұқсас, тағдыры да ұқсас. Оған қоса, жаңа әңгімеміздің басында бастадық қой, бойымызға осы екі мәдениет бірден келген үшін мен қай тілде ойлайтынымды көп білмеймін, бірақ екі тілде де емін-еркін ойыма келген нәрсені тіке айта аламын, аудармастан. Байқалып тұр аға. Иә, ойламастан айта саламын тіке. Соңғы жылдарда деп айтайық, соңғы жылдарда қай тілде көп сөйлеймін? Әрине қазақша көп сөйлеймін. Орысша біраз аз сөйлеймін, түркше мүлдем аз сөйлеймін. Қазір әлемде орын алған әлеуметтік экономикалық және геосаяси ахуал шын мәнінде енді барлығымыздың назарымыздан тыс қалған жоқ, иә. Көрші елдеріміздің жай-күйі барлығымызды алаңдатуда. Енді кейбір көрші елдің данышпан сымақтары керісінше жаңағы татулыққа, сабырлыққа шақырудың орнына отқа май құюда, иә. Бұл жерде түсініксіз, өздерінің қара бастарын сақтап қалу үшін бе, әлде біреудің шашбауын көтеру үшін бе, енді білмедім ол жағын. Қазақстанда ұлттар арасына от салғысы келетіндер кім? Олардың көздегені не, сіздің ойыңызша? Біріншіден, ол соны майға, отқа май құятындар, ол аттарын атап, түстерін түстемей қойып. Жоқ. Олар жай ғана бұл істі жүзеге асырушылар. Олардың артында әрине біреулер бар. Солай деп ойлайсыз ба? Әрине. Оның артында сондай бір сүйенер тасы қабырғасы болмаса, ол әркімнің... Сіз айта аласыз осындай нәрсені? Айта алмайсыз. Қазір нақты сізге жауап бере алмаймын. Бірақ олай айтпаушы едім. Сана сезімімде ондай... Тәрбиеңіз рұқсат бермейді, дұрыс па? Ондай жаман қасиет жоқ. Бізде кішкене басқаша тәрбие болды. Көрдіңіз бе? Қазақстанда бізде тәрбие басқаша. Бізде бірінші айтпастан бұрын ойлау керек. Мен айтқаннан кейін не күтеміз? Аяғы не болады? Да, соңы не болады? Оған жауап беру керек ертең, дұрыс па? Сол үшін көп нәрседе ойға келген нәрсенің бәрін айта бергенше кішкене сабыр сақтап, парасаттылықпен қарап, одан кейін. Енді бірақ сонда нені көздеп отыр бұлар? Бір нәрсені көздеп отырып айтып отыр ғой, немесе оларды соған итермелеп жатыр ғой. Сол бір жолмен, сол жасап жатқан жолмен көп деген мақсат мүдде күтуі мүмкін. Бірақ бұл болады, әлі алдымызда да болады ондай нәрселер. Одан қызықтары да болады. Бірақ бұларда осы болып жатқан жағдайда екі жақсы нәрсе бар. Давайте позитив жағынан қарайықшы. Екі позитивті нәрсе бар да. Біріншіден, жақсы жағы олардың тіке бетке айтқаны. Оны бетке айтпай істесе ол жаман. Көріп отырмыз, пәленбай адам айтқан екен. Енді шамамен білетіндер біледі ғой, оны кім сөйлетіп жатыр, оған ол күшті кім беріп жатыр. Бір.
Ал екіншіден, сондай жағдайлар болған кезде қазақ бірігеді екен. Бәрі бір жағадан бас, бір жеңнен қол бола салады. Бағана айттық қой. Біз сондай бір жағдай болған кезде бірігеді екенбіз. Солай болды ғой, болады да деген үміттеміз, иә. Яғни ондай нәрселер болғаны жақсы емес, ондай нәрселерге бірақ дайын болу керек. Ондай жағдайлар әлі алтымызда әлі талай да болады. Бұл әлемдік тәжірибе, басқа елдерде болды ма? Болып та жатыр. Енді қатты оған алаңдаудың қажеті жоқ. Неге десеңіз, анау қабатын ит тісін көрсетпейді дейді ғой. Енді ондайлар айта береді, керуен жүре береді. Сол үшін қатты алаңдаудың қажеті жоқ, бірақ әртүрлі жағдайға дайында болу керек. Жауапқа да дайын болу керек. Ең бастысы біз кім екенімізді білсек. Бастысы бірлікте болуымыз керекпіз, иә? Кім екенімізді білсек, қай жолда болғанымызды білсек, өзіміздің сондай дұрыстығымызға сеніміміз нық болатын болса, біреу былай депті, біреу андай депті. Ол кәдімгі жаман қатынның өсегі сияқты бір нәрсе ғой. Жаман қатынның өсегі сияқты бір нәрсе. Оған даже қажет болса біздің анау ел басында жүрген ағалардың оларға жауап бергені дұрыс емес, мүлдем даже қажет болса. Ол дәрежесі мүлдем басқа ғой олардың. Халық қажет жауабын береді. Ең бастысы біз кім екенімізді білсек, біз жоғары болуымыз керекпіз дейсіз ғой. Әрине. Ондайлар әлі көп шығады, көресіздер алдымызда әлі. Сонда, Әскер мырза, біз қазақстандықтар жалғыз емеспіз ғой? Жоқ, ешқашанда. Біз кімге үміт арта аламыз? Бізге кім араша түсе алады? Егер Алла сақтасын, қандайда бір осындай сын дүниялар туындап жатса? Енді еліміздің қалыптасу жолына қарайтын болсақ, осы уақыттың бәрінде біз не қалдық? Дипломатиялық жолды таңдадық. Қазақстан мысалы күшті армия құрайық десе, үлкен ақшалар жұмсалады сол үшін. Жұмсаған жоқ, не үшін? Жалпы бізде сондай көршілермен тату туыс тұру деген философия бар мысалы. Көшпенділердің өмірін қараңызшы. Немесе қазақтың тарихын қараңызшы. Бірде біреуге шабуыл жасаған ба? Біреуге тиген ба? Тиіскен ба біреуге? Ондай нәрсе болмаған. Өзінің сондай бір тарихи философиясы бар. Бірақ қазіргі соңғы жағдайларға қарасақ, әр нәрсе болуы мүмкін екен деп ойлаймыз. Сол үшін тағы да айтайын, біз біріншіден өзімізге сеніміміз нық болу керек. Біріншіден біз өзіміздің сенімімізге нық болып тура болатын болсақ, онда жаңағы дұрыстың қасынан табылатындар көп болады деп ойлаймын. Дұрыстың қасынан табылатындар көп болады. Бұрыстың қасынан табылатындар көп болмайды. Есте сақтаңыз. Жалпы сіз үшін рухани лидер кім? Сізге дем беретін, қуат беретін, күш беретін рухани лидеріңіз бар ма? Енді біріншіден ол менің әкем мен анам кішкентайымыздан тәрбиелеген, өсірген, оқытқан, жеткізген бірінші солар. Сосын жалпы халқым деп ойлаймын. Неге десеңіз, нәтижеде әрбір адам баласы құс сияқты ғой, ұядан ұшып кетеді. Мысалы, ұшып шығасың, сосын сенің жалпы болмысыңа әсер ететін нәрсе ол қоғам деп ойлаймын. Ол тек қана мен емес, әрбір адам үшін сондай. Ал бүгінгі таңда сол маған мотивация да беретін, жаңағы алға деген ұмтылысқа жаңағы қолдау көрсетіп, жаңағы не қылатын, сол біздің қазақ халқым, елім, қоғам деп ойлаймын. Бәрекелді. Сонда біздің басты ұлттық құндылығымыз қайда жатыр? Осы қазақи болмысымызды сақтауымыз үшін Қазақстанда тұратын барлық этнос өкілдері не істеуіміз қажет? Біріншіден еліміз, тіліміз, мәдениетіміз брендке айналу керек. Кем дегенде ол бағытта жаңағы дәріптеу керек. Кем дегенде ол бағытта балдарға арналған
жаңағы түрлі мультфильм дейміз бе, әлде YouTube каналдағы сол балдарға тартымды, жағымды болатын бағдарламалар ма? Бұған ақшаны аяудың қажеті жоқ. Ешқандай. Неге десеңіз, біз егер жаңағы бесікті түзеуіміз керек та қазір. Бесікті түзеу керек. Ол бесікті түзеу бітпейді өмір бойы. Осы уақытқа дейін бесігімізді түзелмеді ме? Ол бесік 1000 жыл болса 1000 жылы түзеп тұру керек. Бір рет шайқап қойған болмайды. Мысалы, мен бесігімді бір рет түзедім, осымен болды деген болмайды. Әрбір әке шешеге қалай бала өмірінің соңына дейін бала болып қалады, сол сияқты да әр ел. Бір рет жасап қойдым, осымен болды деген болмайды. Мысалы, бір балаңыз болатын болса, оған мен осы 1 жыл бойы тәрбие бердім, болды, осыған жетеді дейсіз бе? Айтпайсыз. Келесі жыл оның жасы өскен кезде оған басқа нәрселерді айту керек. Одан кейін тағы басқа нәрсені айту керек. Сол іспетті әрбір ел бесігін әрдайым қадағалап қарау тұру керек оған. Бір түзегенмен бітпейді. Яғни, тағы да айтайын, жасалған жұмыс бір талай, бірақ алда одан да көп жұмыс жасап қажет. Неге десеңіз, қазіргі әлем тыныш тұрмай тұр. Әлемде көптеген құбылыстар болып тұр. Қазір әлем деген ол біздің екінші саусағымыздың ұшында ғой. Былай қарасақ бәрін көреміз. Не болып жатқанын. Әркімнің ешкімге сен шектеу қоя алмайсың ғой. Интернет деген нәрсе бар, смартфон деген нәрсе, смарт технология деген нәрсе бар. Сол үшін бесікті әрдайым түзеп тұру керек. Бесік шайқалады, қимылдайды бесік, шайқалады. Оның орнына қойып қарап тұру керек әрдайым. Бәрекелді. Тіл мен мәдениет ол бренд болу керек. Басты құндылық дейсіз ғой, иә? Басты бағыт сол болу керек. Және де бірлік, татулық, ынтымақ. Ол енді біздің маркамыз ғой, ол біздің маркамыз дейсіз ғой. Біздің маркамыз ол, иә. Аскер мырза, студиямызға қонақ ретінде келгеніңіз үшін көп рахмет сізге. Барлық бастамаларыңыз тек қана жемісін беретін болсын. Көп рахмет. Осы бүгінгі сұхбатымызда қандай да бір елімізге жағымды өзгерістер үшін жол ашқан болса, біз одан қуанышты және бақытты боламыз. Қандай да бір үлес қосып әсер етсе. Сәттілік аға. Рахмет сізге де. Жақсы күндерде жолыққанша еліміз аман, халқымыз тыныш, бірлігіміз бекем болсын. Аман сау болайық.